только компанияға келген кезде даже бір ай өткен жоқ. Только директорды ашып, енді о директор деп неметіп жүрсем, Шолпан ханым звондайды. Мен және Айгерім бар біздегі. Қыздар 40 минуттан кейін эфир шығамыз дейді, дайын боламыз. Айгерім де өмірі эфирге шығып көрмеген, мен де өмірі эфирге шығып көрмеген. Екеуміз мәз звондап, Айгерім неме айтамыз, Айгерім қалай, Айгерім неме. Біз білген нәрсені айтсақ, мысалы, кейбір адамдар білмейді екен сол нәрсені. Біз де ойлаймыз ғой, мысалы, мен білгенді бәрі біледі деп. Көрдіңіздер ме? Мен білген нәрсені сіздердің араларыңызда біреулеріңіз білмеуі мүмкін. Наоборот, сіздер білген нәрсені біз білмеуіміз мүмкін. Сондықтан наоборот, обученияларға шығып, постоянно обученияларға шығып отырсаң, аяма дейді ғой. Ана лидер қылып шығарғыңыз келсе, командаңызда лидер тәрбиелегіңіз келсе, аямаңдар. Ағамызды шығарып жіберіңіз, басында Элеонора түсінбей қалады деді. Адамнан сұрамайды, эфирге шығасың дейді. Бар ғой, маған не істемеді десеңіздер, осы шын айтам бар ғой, мен қалай қазір мықты лидер болып отырмын ғой, осы Шолпан ханым арқасында ғой. Бұрын келген айда жоқ, қазір деп аузын ашып отыратын. Түнгі сағат 2-де звондайтын Шолпан ханым маған. Айда маған срочно креатив жасап берші деп, картинка. Ойбай, мен жасай алмаймын десем, мен Canva-дан қара, YouTube-дан қара, маған жасап бер. Болды, ол кісі сұрамайтын, сен жасай аласың ба, жасай алмайсың, жасап бер. И солай біз лидер болдық қой, көрдіңіздер ме? Қазір мысалы мен командамда серьезный мастерлер ғой тұрған. Қазір мысалы командамды мен сөйтіп үйретемін. Потому что мен қалай өстім, маған тура сол. Бұл жерде дубликация деген жақсы жұмыс жасайды ғой. Мысалы Шолпан ханым маған өмір ешкім жасап көрмеген нәрсені айтып отырған жоқ қой. Ол маған элементарный нәрсені айтып отыр. Егер мен сол кезде ерініп, ойбай Шолпан ханым мен жасай алмаймын, ойбай Шолпан ханым мен эфирге шыға алмаймын деп отырсам, мен әлі отырар едім сол директор сатында. Одан кейін 100 эфирге шықты ғой бұл. 1000 эфирге шыққан болар одан кейін. Менің уже постоянно эфирлерде уже көп эфирде жүреміз. Любой қазақ тілінде болсын, орыс тілінде болсын, зумда болсын, любой командаларда эфирға шыға береміз. Потому что енді обучение бізді күшті өсіреді. Когда сіздер өздеріңіз обучение берген кезде, тем более сіздер өздеріңіз іздене бастайсыздар. Мысалы, Шолпан ханым, мысалы, басында продукцияға бірінші рет мені коллагенге шығарды. Коллагенге шығарды, эфирге. Ол кезде мен, мысалы, ондай көп білмей тұғым ақпарат. Мен алдында бүкіл интернетті қопарып, осы коллагеннің басқа коллагеннен айырмашылығын, өзіме керек информация бәрін біліп алдым. Қазір сол уақыттан бастап мен мысалы коллагенмен күшті жұмыс жасаймын, биоронмен күшті жұмыс жасаймын. Почему? Потому что мен сол уақытта мені Шолпан ханым эфирлерге шығасың деп, осы продукцияны изучать ет деген кезде от дейді изучать етіп алғам. Мен мысалы бір күн бұрын айтып қойды ма, мен бір күн целый день наушник тауып аламын. Жұмыста жүрмін ба, за рулем жүрмін ба, маған бәрібір наушник тауып аламын да, коллаген туралы ести беремін. Басқа компанияның бір естіп аламын да, олар неме деп айтады екен, аха, значит, ананың минусы мынау, мынанікі, значит, плюсы мынау. Сөйтіп жүріп изучать етіп алдым. Қазір мысалы менде коллаген десе, елдің бәрі біледі ғой, коллагенді мен қалай сататынын мысалы. Бытырлап сатамын, потому что мен ол туралы изучать етіп алдым. Көрдіңіздер ме? Мен мысалы басқа көп продукция, мен айтпаймын, мен там ассимилятормен жұмыс жасаймын, литостимен жұмыс жасаймын. Мен жасаймын, когда люди приходят с запросом. Когда мысалы ана жерім ауырады, полностью маған диагноздарын айтқан кезде, мен оларға программа составлять етіп бере аламын. Почему? Потому что мен изучать еткем, көрдіңіздер? Но бірақ та мен үйтіп мысалы реклама жіберіп литостин сатпаймын, мысалы, или там какой-то бір немен сатпаймын. Мен всегда работаю высокобальный, то есть биоронмен, коллагенмен, даже биоронға қызыққан адам, коллагенге қызыққан адам, ол значит әдемілікті күтеді, бетінде мысалы әдемі болсын дейді, күшті болсын дейді. Который өздерін күтетін адамдар, олар ешқашан ақшаларын мысалы детоксқа аямайды. Мен ол адамға детоксқа да легко сындырып ала аламын. Хотя ол коллагенге келген адам болса да, көрдіңіздер ме? Бұл жерде сондықтан даже кейбір адамдар ақшасын сұрап алады да, кейбіреулер шошып жатады, ойбай, мынау қайдағы 72 мың, мынау қайдағы 100 мың деп мысалы. А кейбіреулер спокойно алады. Спокойно алған адамдарға мен мысалы ананы қосыңыз, мынаны қосыңыз деп полностью мен оларға айтамын. Или кей кезде даже мысалы бывает у меня такое, коллагенге кеп тұрған адам, там полный букет. Кәдімгідей полный букет. Мен ол кісіге айтамын, сізге қазір коллаген бесполезно. Потому что сізге сізбейді. Міне осыны аласыз деп, мен мысалы ана жұмада, 196 мың теңгеге бір адамға ғана сөйтіп айттым. Хотя ол кісі маған коллагенді қымбат деп отырған болады. Көрдіңіздер ме?
Адамдармен сөйлессеңіздер, адамдар вот даже рекламамен келген адамдар басында мен қорқады тұғым. Ойбай, неме деп айтам, ойбай, қайтып сөйлесем деп. Кәдімгідей бар ғой, рекламада адам келсе шошынады тұғым ғой. Қазір уже спокойно сөйлесем. Мен уже любой адаммен бірінші сұрап алам. Қай жеріңіз ауырады, неме істейсіз, не іштіңіз, не көрдіңіз, короче, бәрін біліп алам, өмірбаян бәрін біліп алам. Ары қарай кетем. Болды. Бұл жерде қиын емес қой адамға продукция туралы айтқан. Даже алмай қойса да ол адам біліп жүреді. Алмай қойса мен всегда ол адамға айтамын. Мен номерімді сақтап қойыңыз. Статусымда мен всегда неметеді акцияларды қойып отырам. Вдруг осы сізге керек товар акциямен қалады. Көрдіңіз бе, адам статусты қарап отырады да басқа продукцияға қызыққандар да бар. Мысалы, коллагенге келген адам, коллагенді қымбат деп отырған адам, гиалуронды статусқа қойған кезде, ойбай, осы маған керек деп шыққан адам бар. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде жұмыс жасау керек. Действительно, сіздер вот как предприниматели, любой жақтың, бүкіл жағын, мысалы, бизнес ашқан кезде сіз бар жағын ойлайсыз ғой, вот сол секілді бұл жерде де сіз бар жағын ойлап шығу керексіздер. Жалғыз ғана адам шақыруды емес, бұл жерде сіз адамды шақыру керексіз, обучение да беру керексіз. Егер действительно мастер болам, лидер болам, командамнан мастер өсірем десеңіздер, сіздер должны быть всесторонние. Любой жағын айтты ма, сол жағын істей алу. Аида ханымның қалай дамығанын көрдіңіздер ме, қыздар? Мен жаңа ғана мен айттым да, бұл жерде мысалы супермаркетпен мына сетевой компанияда жұмыс жасайсыз, екеуінде де пахатиші да. Ал егер Аиданы ойлап қарашы, Аида сен круглосуточный супермаркет бар да, сода жатпай тұрмай пахат етіп жұмыс жасап отырсың да, заттарды қоясың, бүйтесің, грузчиктерін алып келген заттарды орнына қоясың, кассасы бар, андай-мындай. Ал мына сетевойда пахатиші, қандай өзгеріп шығасың, қалай дамыдың. Баяғы Аида мен қазіргі Аида, ойбай, ойнамаңдар. Баяғы Аида мен қазіргі Аида вообще екі бөлек әлем. Бұрын деген андай айтып отырмын, көп сөйлемейтін болды, тұйықтау болды, өз-өзіне кішкене пысық қыз болғанмен неуверный болды. Мойындайсыз Аида? Өзіне сенімсіз болды да, андай. Сосын ол бір күні мына көріп қапты, былай болды да. Өспей жатыр да. Жоқ, өсті, зарплата алып жүр, бірақ бір кезде болды, андай ұйықтап бара жатыр да, андай жұмыс жасамай. Сосын бір күні Аидаға айттым, Аида, че жұмыс жасамайсың дедім да. Сол кезде ол айтты да, Аида, мен білмеймін, мотивациям өшіп жүр, білмеймін, андай, что-то кажется, не мое деп айтты. Сол кезде мен бір сөз айттым, содан кейін өсті ғой, содан кейін негатив айтқан емес, болмай жатыр деп айтқан емес. Я бір жаңағы, вообще жасамай қалған, онлайн болмай қалған күні болған емес, сол бір сөзден кейін. Ол сөз айтайын ба, қандай екен? Ол бұрын басқа компанияда жасады, ол жақтан көп андай доходқа шыға алмады да. И сосын осы Кору Клабқа келді, Кору Клабта да андай кішкентай доход алса да ары қарай өсе алмай жатыр да. Сол кезде мен Аидаға айтқам, Аида, значит, проблема компанияда или бір наставникте, или бір командада емес, проблема оказывается өзіңде. Значит, сен өзің өспей тұрған өзің екен ғой дегеннен кейін осознавать етті, мә, действительно, мен ана компанияда жасамасам, мына компанияда жасамасам, онда мен кім болған? Қой, мен жасайын деп, содан кейін қанша директор шығарды, қыздар, вообще директордың саны өте көп. Қаншама қалада командасы бар, Алматы, Павлодар, Атырау, Ақтау, тағы басқа неше бір жерде қалада командаң бар да, осы Қырғызстанда да командасы бар да. Қырғызстаннан ең бірінші серебряный директор шығарғам. Ол кісім одан Турцияға көшіп кетті. Турцияға тоже мысалы жасап отырдық, доставкасын бәрін жасап отырдық. Көрдіңіздер ме? Жасайым деген адам жасайды. Мысалы, хотя Турцияға мысалы біздің базаларды кіргізуге болмайтын кезде біз мысалы 10 упаковкалап 10 курстап отырып, помните Шолпан ханым? Детоксы біздің көрмегеніміз жоқ қой негізі. Любой бизнеста болатын нәрсе. Көрмегеніміз жоқ. Магазин ашсаңыздар да, мысалы магазиндеріңіз мысалы потоп болуы мүмкін, там электричество замка. Осы секілді ғой, бұл бизнеста, бірақ та ондай болмайды. Бұл бизнеста кішкене басқаша сложностьтер болады, көрдіңіздер ме? Которые все решаются. Қаншама ұйықтамаған күндеріміз болды да, Аида, каталог жабылатын кезде, мама, кәдімгі андай бар ғой, андай катастроф болатын бар ғой, неше бір қиындықты көрдік. Мықты деп сенім артып отырған лидер де кетіп қалған кез болды. Неше түрін көрдік. Менен лидер кетпеді дейсіздер ме? Менен де лидерлар кеткен. Просто кеткен адамдар бар. Мен басында жылайтұғым, одан кейін ойлаймын, неме жылаймын мен? Ол кетті, біреу кетті ме, басқа адам келеді ғой. Бұл бизнес мысалы, кім, мысалы, бұрынғы лидерім онсыз да жасалатын бизнес қой, мысалы, ол кетті екен деп, мен мысалы артынан кетіп қалған жоқпын. Мен ары қарай, наоборот, команда жинадым. Аха, значит, бір веткам құлап бара жатыр, маған сол жақты өсіру керек деп. Көрдіңіздер ме?
бұл Содан жерде қыздар любой осылай любой нәрседен выход іздеу керексіздер, өсірудің орнын ойлау керексіздер. Мен енді өзім айтып отырмын ғой, анада Шолпан ханымға айтқам, иә, мен өзім бұрын магазин болған, овощной киоскім болған, иә, оның бәрін өткенмін мен. Предпринимательствоны мен жолын көргем. Это не мое. Көрдіңіздер ма? Именно вот традиционный бизнес ол менікі емес. Потому что ол жерде мысалы, даже мысалы овощной киоск ашқан өзінде мен ол жерде и техничкамын, и продавецпін, и грузчикпін, и бухгалтермін, бәрін өзім жасайтын. Көрдіңіздер ме? И постоянно ойлайсың, ойбай, анау ертең өте ме екен, тем более овощной болғаннан кейін, анау шіркете ме екен, анау бүйтіп қала ма екен, мынау сөйтіп қала ма екен деп постоянно соны ойлайтын. А бұл жерде спокойно. Бүгін адам заказ жасамады ма, ол адам ертең жасайды. В любом случае, мысалы, адамдарға денсаулық керек. Бәріне, вот қалай айтпасаңыздар да, мысалы, кейбір адамдар айтады, мен дені сау дейді. Рекламадан келіп алады, адамдар айтады, мен дені сау, маған ешқандай БАДы, витаминнің керегі жоқ дейді. Мен айтамын, сіз наоборот ары қарай осы денсаулығыңызды 80 жасқа дейін, 90 жасқа дейін, осылай, как бы сказать, орыстар айтады ғой, в уме, в своем уме жүргіңіз келе ме, мысалы, алжымай, есіңіз ауыспай, там жүгіріп, ойнап жүргіңіз келсе, сол денсаулығыңыздың қадірін қазір біліңіз. Қазірдан бастап сол денсаулығыңызды күтіңіз деп айтамын. Көрдіңіздер ме? Бізде мысалы, бәріміз қазақ болғаннан кейін бізде көбімізде сол ғой, мысалы, до последнего жүреміз ғой. Не өлдім, тірілдім деген кезде барсақ больницаға барамыз, бармасақ обезболивающий жүре беретін адамыз ғой. Ал негізі біздің организмде, мысалы, иә, каждый ауырған, даже басыңыз ауырса да, ішіңіз ауырса да, ол біздің организмнің берген сигналы. Ол сізге айтып отыр. Мысалы, машинге бір деталі, мысалы, сынып қалса, ол сіздерге, мысалы, демейді ғой, точегі жанады, мысалы, бензині бітіп бара жатса, заправканың значогы жанады, иә, ол сигнал береді. Тура сол секілді біздің организмде сигнал береді. Просто оны игнорировать етпеу керек. Любой адам, мысалы, кейбір адамдар болады, мысалы, менің командамда да болған. Келіп алады да, мысалы, мен неме алам, мен немеден бастаймын, маған ештеме керегі жоқ, маған все нормально. Мен айтам, басыңыз ауырмай ма? Давленияңыз жоқ па, сахарыңыз жоқ па? Жарайды, все хорошо, это наоборот хорошо. Мен айтам, сіз мысалы күніне 10 000 шаг жасай аласыз ба? Ойбай, қайдан, мен аяғым ауырады дейді. Даже менің ешқай жерім ауырмайды деп отырған адам. Мен айтам, лестницадан көтерілген кезде ентікпейсіз ба? Ентігем. Көрдіңіз ба, значит, у вас проблема есть. Просто оны адамдар, мысалы, оның бәрі біздің организмнің сигналы ғой, оған просто адамдар мән бермейді. Көп адамдар мән бермейді. Біз, мысалы, техника емеспіз ғой, мысалы, машинаның бір жері, мысалы, неме берсе, сбой берсе, ол тұр қалады ғой, мысалы, біз сын қалатын, мысалы, техника емеспіз. Біз ары қарай жүре береміз. Көрдіңіздер ме? Вот сол секілді бизнесті оңай жасауға болады. Действительно, барлық адамдарға денсаулық керек. Тойға список жазасыздар ғой. Тойға адам шақырам деген кезде, ойбай, 100 адам шақырам деп 100 адамның списогін жасасыздар ғой. Тура сол секілді бұл жерде де список жазып аласыздар да, бәріне звондап шығасыз. Баласы барларға, любой баласы бар адамға, иә, Silvermax үйінде болу керек. Ол, мысалы, бізде вирустардан неметеді, иә, садикқа баратын балаларға бәріне керек. То есть любой продукцияны любой адамға подбирать етуге болады. Вот сол арқылы жұмыс жасай береміз. Негізі жұмысты мен действительно Шолпан ханым көреді ғой, я с любовью это делаю, потому что мен өзім продукциядан қаншама результат алдым. Даже медицинаның, мысалы, кім айтып жатыр. Даже медицинаның көмектеспегенін мен осы Коралдан көмек алдым. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мен Коралды прям действительно бүкіл жүрегіммен жақсы көріп отырып жасаймын. Бүкіл адамдарға мен, мысалы, сату мақсатында айтпаймын, мен ол адамға көмектесу мақсатында айтамын. Көрдіңіздер ме? Даже бизнесқа шақырса, мен ол адамнан, мысалы, балын жасатып алайын деп, мысалы, бізде ешқайсымызда ондай ой болмайды ғой. Біз всегда ойлаймыз, мысалы, ол адам, мысалы, осы продукцияны алсын, ем болсын деп. Көрдіңіздер ме? Вот осындай намерениемен всегда жасасақ, біздің бизнесіміз алға жүреді. Неме командамен қалай жұмыс жасап отырсыз жалпы? Қандай бағытпен? Командамен енді біз көбінесе, енді әртүрлі командам бар ғой, мысалы, бір веткамның қыздары чисто, мысалы, онлайн жасайды, иә? Чисто рекламамен жасайды. Бір веткамның, мысалы, адамдары теплый групппен жасайды. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде көп нәрсе наставникқа байланысты. Егер сіз, мысалы, наставник болып, я астыңызда командаңыз болып, сіз тек қана онлайн жасап отырсаңыз, сіздің командаңыз соны жасайды. Егер сіз онлайнды да, офлайнды да жасасаңыз, сіздің командаңыз соны жасайды.
көрдіңіздер ма? Бұл жерде көп нәрсе сіздерге байланысты. Сіздер командаға көрсету керексіздер. Осыны да жасауға болады, осыны да мен жасаймын, мынаны да мен жасаймын, мынаны да мен жасай аламын десеңіздер, командаңыз соны қайталайды. Көрдіңіздер ма? Сол үшін мысалы менің командам, как бы сказать, всесторонний. Ондай прям уперто, мысалы, жарайды, даже теплый кругпен жасайды деген адамдар, ол просто жас үлкен адамдар. Көрдіңіздер ме? Бірақ мен ол адамға мысалы реклама жібер, рекламаға қосыл десем, без проблем қосылады. Потому что ол адам біледі. Мен айтқан нәрсе, да, то есть біз наставниктар, мысалы, Шолпан ханым айтсын, Элеонора ханым айтсын, командасына кім айтса да, мысалы, біз наставниктар олардың бәрін өзіміз жасағаннан кейін, өзіміз бәрін көргеннен кейін айтамыз. Мен де қазір мысалы Шолпан ханым секілді жасаймын. Командаға задание берумен көп өсіремін. Потому что мен өзім солай өскем. Лидер солай жасайды. Негізі лидерді Шолпан ханымменен жасады ғой, тура сол секілді мен көбінесе командамен солай жасаймын лидерларды. Қыздар, қараңыздар да, жұмыс жасаған кезде, осы корпкапта жасаған кезде сізге ең бірінші манағы элементарный заттан басталады. Статус сториске қою, статусқа продукциямыз толтырып қоямыз, сториске қоямыз. Екінші элементарный зат, бұл жерде недвижимость, автобонус программасы бар екенін айтамыз да, жақсылап тұрып та. Үшінші нәрсеміз ол чаттағы болып жатқан обучениелерді толық оқуымыз керек, пропускать етпеуіміз керек. Қаншама білім жатыр, қаншама адамның еңбегі жатыр. Мысалы мен Аидаға айтамын да, например, Аида бүгін обучение өткізші, маркетинг план туралы или белорон туралы десем, ол қаншама информацияны жинайды да, көз майын тамызып отырып, түнімен жинап, ертесін бізге сол білімді береді. Ол біреудің еңбегі, сол еңбектен сіз білім алсын, ары қарай өссін деген мақсатпен береді. Сол үшін сол группадағы обучениелерді толықтай үйреніп алуымыз керек та. Төртінші біздер жаңағы адамдармен жұмысты бастап кетуіміз керек. Яғни теплый группа. Төртіншінің ішінде теплый групппен жұмыс жасау керек. Төрттің ішінде манағы бар холодный групппен жұмыс жасау. Одан кейін бар бізге сатушылар керек. Мысалы, мына кейбір адамдар болады продукцияны жақсы сататын, жақсы предлагать ете алады. Мысалы, біреуді айтып, мынау белорон жаңағы суставқа көмектеседі деп жақсы предлагать ете алады адамға. Соны тіркеп алады да, заказ салдырады. Оны сатушы деп айтады. Жақсы сата алатын адамдар да болады. Тағы жаңағы біреулер бар да, танысымен күшті жұмыс жасайды. Мысалы, бір таныс келді ма, сол методиканы соңғы кезде күшті үйреніп жүріп, бір адам келді ма, мен айтамын да, айналаңда адамдарға айт, сөйлесе алмайтсаң маған айт, мені сат деймін да. Мені сатады, мен сөйлесем. Танысымен күшті жұмыс жасауды қолға алдым. Последний бір ай бойы соңғы кезде танысымен күшті жұмыс жасап отырмын. Яғни таныс дейтін мына командада, чаттарда отырған адам, любой лидерім айтам, сөйлесте менің алдыма әкеліп бер. Ол ары қарай мені айтады, сатады, бүйтеді, сөйтеді, машина алған, бүйткен, жаңағы корклапта мықты мастер дейді, менің алдыма келеді, мына жақта мен жақсылап сөйлесем. Мысалы, Аиданы сатуға болады. Аида бриллиантовый директор, 500 мыңдай доход алып отырған, зарплатасы бар, жаңағы үлкен командасы бар, Қырғызстанда даже командасы бар, өте жаңағы продукцияны жақсы меңгерген, білімді, жаңағы үлкен команда ұстап отырған мықты лидеріміз біздің, сөйлесіңізші деп оны сатуға болады. Оның алдына әкеліп берсе, Аида қалай жақсы тіркеп алады ол адамдарды. Сол сияқты қыздар, танысымен жұмыс жасап үлгеріңіздер. Ол бесінші, наставникті жақсылап пайдаланыңыздар. Плотно, тегін сіздің алдыңызда тұр ол. Плотно пайдаланыңыздар. Наставникке покой бермеңіздер. Жаңағы не істеп отырсыз, кеттік, давай чатты қопарайық, кеттік жүр группаға ақпарат берейік, реклама жіберейік, барлығы реклама жіберіп жұмыстан өткен, біз не істеп отырық, давай реклама жіберейік деп, сөйтіп ана наставникті қопарыңыздар да, наставникті покой бермеңіз, пайдаланыңыздар. Тегін тұр наставникті, наставникке шығыңыздар каждый раз. Егер ол наставник тартылмаса, оның үстіне наставник бар, ол болмаса, оның үстіне наставникке шығыңыздар. Мен өскім келеді, маған көмектеспей ақ қой, тек үйретсең болды, жолын білдірсең болды деп наставникті пайдаланамыз. Және де қыздар, менің айтатыным тағы да максимальный уақыт бөлеміз. 6-шы, максимальный уақыт бөлейік. Жүрдім бардым қашым дейдім деп жұмыс жасасаңыздар, никогда өспейсіздер. Ол 100% гарантия беремін мен. Тип қашып бір жерге бара келе жасасаңыздар, никогда өспейсіздер. Оған біз дұрыс уақыт бөлуіміз керек. Өйткені бір тіркеп алған адамға ары қарайда ақпарат бермесек, ол Аллах бір жоқ болып кетеді, басқа бір командаға тіркеліп кетеді, әйтеуір алмай қалады, суынып қалады, сондай да. Біз уақыт бөлуіміз керек.
кәдімгі жақсылап тұрып обучениеміз бар оқитын, өзіміздің группамызға өткізетін обучениеміз бар. Миллион оңайлықпен келмейді қыздар. Мастерде миллион доход аласыздар. Миллион оңайлықпен келмейді. Оңайлықпен келсе, қазір неше группада ана школа новичка ашып қалсаң 451 адам отыр ғой. Бәрі апсетте мастер болып миллион алып отырған болатын еді. Өйткені олар еріншектер отыр, әлі серьезно остановить етпей, әлі серьезно кіріспей отыр да. Қыздар, миллион оңайлықпен келмейді. Бірақ басқалармен салыстырғанда бұл жер оңай. То Кореяға асып жұмыс жасаған, Англияға барып жаңа клубника теріп жұмыс жасағаннан қарағанда, или болмаса жаңағыдай манағы Айда айтып отыр ғой, мен овощной продукция не аштым, магазин аштым деп. Соны ашып, сол жерден миллион түскенше пахать еткеннен қарағанда бұл жерде миллион табу оңай. Но бірақ оңайлықпен келмейді қыздар. По-любому еңбек керек, әдемі еңбек керек. Зато ертең рахатын көресіңдер, от души көресіңдер қыздар. Бір пахать етіп 2 жыл жоқ дегенде бір 3 жыл жасаңыздаршы, 3 жылдан кейін от души кайфын көресіңдер қыздар, рахатын көресіңдер. Неге десеңіздер, осы сетевойға келгелі бір 2 жыл пахать еттім, 1,5 жыл. Фабрикте 1,5 жыл пахать еттім. Кору клабта ары кетсе бір 4-5 ай пахать еткен боларым. Бірақ содан бері көріп келе жатқан бір не да андай, бір рахат өмірді вечно көріп келе жатырмын да, андай тосына келіп жатқан сыйлар көп, жаңағы путешествие қанша шығып келдік, жаңағы Турцияға бардық, Москваға бардық, компания қанша марапат көрдік, команданың қаншама қошемет марапат көріп жатырмыз да, қаншама андай өздерінің алғыстарын айтып жатады, қаншама сыйлықтар жіберіп жатады. Мына автобонус алдым компаниядан. Ол автобонусты алып, енді рахаттың көріп, қызығын көріп жатсам, Қытайға жолдамаға жібердім. Мені 7 күнге, 10 күнге Қытайға жолдама жіберді де. Сол себепті қыздар, менің айтатыным, осы әлемде жүре бетін болсаңыздар, сетевой әлемде сіз күтпеген, сіз көрмеген қаншама андай сыйлықтар көресіздер, марапаттар көресіздер, қаншама жаңағыдай, мысалы, менің командамда Лаура, Камила бар да, олар сахнаға шығып құттықталды. Командасы қалай гүл жаудырды оларды да, сахнадан шыға күтіп алып да. Олар деген жаңағы старт-таймға да шықты, мына жерге значокта тағылды, оларға сертификатта табысталды. Енді міне автобонус орындап жатыр да, мына Зағипа ханым уже осы айда алу керек, Алла қаласа. Еще Камила орындап қалды да автобонус. Сол сияқты қыздар, осы именно неде жүре беретін болсаңыздар, жаңағы осы сетевой әлемде жүре беретін болсаңыздар, сіз күтпеген сыйлықтар келе береді екен. Еще табысың өскен үстіне өсіп жатыр да. Кейде ойлаймын да, Айменікіміз ақылдасамыз да, өсіп шегі жоқ сияқты. Қыздар, мен айтайын, кейбір компанияларда маркетинг планда бір определенно потолок болады екен да, ана бәрін премияны алып болғаннан кейін потолокқа келіп тірелгеннен кейін болды, сені окладқа отырғызбайды, 700 000 теңге ма сондай, болды, өсе алмайсың, арқайы жоқ. Или біреу бар, андай определенно бір масштабқа жеткеннен кейін сенің бір жағыңнан бірдеме алып тастап жатады да, уже оны да көрдім. Бұл жерде қыздар бесконечный ақша, қыздар, бесконечный ақша да, қара қыздар, көрдіңіздер ме? Міне, бесконечный ақша дейтін, міне қыздар, міне до 7 бесконечно, көріп тұрсың ба? До 7 бесконечно. Яғни 7-ден кейін арғы бесконечно ақша бар. Міне, бір плюс. Міне яқта сіздің миллион глубина болсын, или миллиардтаған глубина болсын, 1% аласыздар, 2% аласыздар, 3%. Потолок көрдіңдер ме? Қай жерде потолок көріп тұрсыңдар? Потолок бар ма, қыздар? Міне 5% звездный мастерде ары қарай кете береді. Ол 250 миллион болады, ол 300 миллион, одан кейін 400 миллион болады, ай сайын, одан кейін миллион, миллиард алады. Потолок жоқ та, қыздар, міне, мына қай жерде де мен потолок көріп тұрған жоқпын. Қалағаныңша табасың да, мына жерде қалағаныңша табасың. Міне, золотой мастерден, дабл мастерде 3+% қосылады, золотой мастерде 4+% қосылады да, міне, барлығына 4 қосып, бесконечно 4% алып отырасың. Қанша сіздің мына 1000 глубина болсын, 100 000 глубина, 1000 миллиард глубина болсын, барлығынан 4% алып отырасыз да сіз. Потолок жоқ, сонысы мен ерекшеленеді да, ешқандай потолок жоқ.
жоқ та бұл компанияда. Сол үшін қыздар потологы жоқ, бесконечно ақша бар, именно дұрыс компанияда жүрсіңдер да. Сол үшін до конца жұмыстан ақ өзімізді аямайық. Аясаң аяма дейді да. Қыздар, мен мына айда ай еңбекті вообще аямаймын. Неге? Өйткені олар мастер болып миллион доход алғанын қалаймын. Сол үшін мына жерде Айнұр ханым бар. Айнұр ханым эфирге шық десем даладан қашады. Кеше жақсылап айқайлап алғам. Өмір сізді эфирге шақырмасын деп. Ол сөйтіп шықпай, сосын шығам деді. Шықпаса біздер қыздар көлеңкеде қалып қоя бересіңдер. Шықсаңдар қандай мықты лидер болып шығасыңдар, қандай мықты мастер болып шығасыңдар, қалай пісілесіңдер, қанша адам сізді таниды, қанша сізбен командаңыз мақтанады. Айдахан бүгін үлкен аудиторияға күшті эфир өткізіп отыр, қандай керемет деп та. Сол себепті қыздар, біздің үйретіп отқанымыздың бәрін пайдаланып өсіп алыңыздар, үлкен жетістікке жетіңіздер. Обученияға айта бер. Обученияларға шықсаңыздар, сіздер даже бір адам шақырсаңыздар астарыңыздан, ол адам сіздерге уже сеніммен қарай бастайды. Обученияға шыққан сайын командаларыңыз тез өседі. Почему? Потому что, көрдіңіз бе, сіз білім беріп отырғаннан кейін командаңыз старается ол білімді алуға, чаттардан болсын, эфирдан болсын, зумнан болсын, сіз айта берген сайын командаңыздың ол бәрі миында қалып қояды. Мысалы, біз мысалы любой Шолпан ханым айтқан нәрсесін бәрін біз миымызда қалады. Даже біз мысалы новичок болып келгеннің өзінде да эфирдан қалмай тұғымыз біз. Почему? Потому что ол жерде ақпараттар, важный ақпараттар айтылады. Көп эфирларда. Мысалы продукцияны мен қайдан үйрендім, мен ютубтан қосып қоям. Одан қалса осындай обученияларға кірем. Одан қалса сайттан обучение. Любой жерден всегда обучение іздеп жүрсеңіздер, өздеріңізде тез өсесіздер, және де командаларыңызда тез өседі. Қыздар, бұл жерде үлкен болашақ бар да. Мысалы, мен егізімнің қызы 2 миллионның мектебіне барады. Всего лишь бірінші класс оқитын баласы да. Соны алдында айтып қалып едім. Бізде 7 балалы, 8 баланы аналы командамда адамдар бар да. Дейді, дейді, қандай күшті дейді. Мен де 7 балам барса ғой да. Мен де 8 балам барса ғой дейді. Барады. Мен айтам, барады. Ол 2 миллион мектебіне. Егер сіз жақсылап тұрып жұмыс жасайтын болсаңыз, бұл жерде деймін. Қыздар, бұл жерде жалғыз өзіңіздің қара басыңыздың болашағы емес, сіздің отбасыңыздың болашағы, балаларыңыздың болашағы жатыр. Мен сетевойға келген кезде мен өзімді миллионер етіп қоймай, егізімді де миллионер еткен адамын. Сетевойда келіп, мен деген жаңағы бұрын компанияда жасап миллион доходқа шықтым. Мен егізім шақырдым, егізім де миллион доходқа шықты. Сонда қыздар, қараңыздар, менің емес жалғыз, мен егізімді целый өмір өзгеріп тұрды. Сол сияқты мына жерде отырған Ғамзат та, например, сіз өзіңіз мына жерде мастер миллион доход алып жатсаңыз, сіздің сіңіліңіз, мамаңыз, бауырларыңыз да келіп ол жерде бизнеске қосыла алады. Сонда сіздің емес, сіздің жаңағы ағайын тумаңыздың да өмірі өзгереді, сіздің балаларыңыздың болашағы да өзгереді. Балаларыңызға шексіз мүмкіндікті бере аласыз. Қазір көбіңізде шектеулі шығар да. Мысалы, алдында бір анадан естідім да, бір кедейді 3 баласы ауыстырып келеді екен да. Біреу күреске киіп кетсе, біреу мектепке киіп кетеді, біреу тағы бірдеңеге кетеді. Бір кедей алатын жағдайымыз жоқ дейді. Жалғыз күйеуім жұмыс жасайды, болды дейді. Сол сияқты қыздар, андай дұрыс жеткілікті өмір сүру үшін настоящий орын сізге осы жерде көріп қапта. Осознавать етіңіздер, қабылдаңыздар, принимать етіңіздер. Именно осы сетевой сізді жарыққа шығаратын, именно осы сетевой именно көріп қап сіздің өміріңізді 180 градусқа өзгертетін, сіз сезініңіз, осознавать етіңіз, и сол бойынша жұмыстаныңыз. Сіздің балаларыңыздың болашағы жатыр. Мана айттым ғой, бір жаңа кісі 3 баласының оқуын төлеп отыр деп. Ертең сіз қазір балдарыңыз жас қой, кіші, может сіздің жаңа 3 балаңыз тіпті ертең шетелде оқып жататын шығар, кім біледі, путешествиеде, за граница оқып жататын шығар да, жақсы білім алып, кәдімгідей ағылшын тілін толықтай меңгеріп, сол себепті қыздар, серьезно қараңыздар. Менде мынандай қызық жағдай болды да, оны көбіне естіген шығарсыңдар, енді кейбір новичоктар естіген жоқ, айта берейін. Бір мамасы болды да, мамасы мектепте пол жуады екен да, техничка жұмыс жасайды. Оның 6 оқитын ұлы, 4 оқитын қызы бар. Мамасы келе жатса, андай даладан қашады, өйткені мамасының пол жуатыннан ұялады. Сөздің шындығы. Любой бала өзінің мамасының техничка мектепте пол жүргеніне ұялады класстастарынан, қатарластарынан. Содан бір күні мен жаңағы пеш қосылып тұр, үйде пеш жағамыз дейді. Сол пештің қасында кіріп жыладым дейді. Сосын менің балдарым арланатын болса, құрсын бүйткен жұмысы құрсын деп, мен шығып кетейін деп шығып кеттім дейді. Ана жұмыстан шығып кеткен. Сөйтіп, сосын 4-5 ай өткеннен кейін менің рекламамды көрген.
ол кісі мына эфирде отырған сияқты жаңа көріп қалып едім. Мен рекламамды көргеннен кейін келіп жұмыс жасады. Сонда пысық өзі сау болсын. И тез 500 баллмен директор болды да. Сосын біз директор деп құттықтадық оны чатта. Сосын ол директор деген фотосын алып статусына қойған. Содан бүткіл көршілері, баяғы мектептегі жұмыстастары, техничка бәрі ненің директор болатсың деп құттықтаған да. Ең күштісі қыздар, ең күштісі ана балалары, жаңа 2 баласы мектепке барып менің мамам директор деп шулап айқайлаған ғой, қуанғаннан. И бала да хочет ата-анасымен мақтануға. Көрдіңдер ме қыздар? Реально дүние да, бұл реально. Сол үшін қыздар, постарайтесь өзіңізде жақсы өмір сүруге, и балдарыңызға да жақсы өмір беруге. Сосын мынандай случай бар да. Алдында біздер Турцияға бардық қой, ЗДЗ-ға ең алғаш барғандардың эмоциясын көргім келеді да. Ана қуанытты, күшті деп, ана Турцияны бірінші рет көріп тұрған. И хочет, чтоб семьясымен бірге келеді. Бала шағасымен, күйеуімен или мамасымен. И сіздер де явно бала шағаңызбен Турцияда демалғыларыңыз келеді, жаңа шетелде демалғыларыңыз келеді. Мысалы, Гүлназ бар да, Гүлназ ол басында өзі барды, кейіннен күйеуін, мамасын, папасын, 2 баласын 5 адам болып демалды. Тағы бір мастер бар, мамасымен келді да, жаңа Қаламқас деген. Айман 2 рет өзі барып келді ЗДЗ-ға. Соңғы барған кезде күйеуін, 2 баласын алып 4-еу рахаттанып қыдырды да. Вот, бала шағаңызбен настоящий қыдыратын жер осы жерде, нағыз рахатты көретін жер осы жерде да, қыздар. Сол үшін қыздар, жалғыз өзіңіздің емес, отбасыңыздың да жақсы өмір сүруіне үлкен септігін қосатын жер осы, көріп ұмытпаңыздар. Сосын мынандай да, енді жаңағы кедей деп айтпаймын, қазір кедей деп айтсам, мен түсінемін, андай кедей отбасыларды мен түсінемін, еріншектер деп түсінемін да, почему-то сөйтіп бірнеме айтып. Но бірақ қыздар, мына бар да, мына кедей отбасы, мысалы, келе жатады да, сосын жаңағы кедейліктің тебін үзетін бір адам келеді екен да өмірге. Мысалы, Криштиану Роналду қалай жарлы өмір сүрген, қалай анда кедей өмір сүрген, например, да, қазір қалай чересчур миллиардер да, ол вообще айтып жеткізе алмайсың да, байлығын. Ол кедейліктің тебін үзді да. Сол сияқты біздер енді кедейміз деп айта алмаймын да, енді жаңағы бухгалтерияда жұмыс жасадық, мысалы, толыққанды өмір сүрдік та, шешем военный болды, әкем инженер болды. Бірақ әкем қайтыс болған кезде бүткіл қиындық Айман екеумізге түсті де, нағыз өмірді қиындық көрдік. Екеуміз де жоғары оқуны оқыватырмыз, қымбат оқуда оқыватырмыз. И сол кезде мен кәдімгі андай жетіспеушіліктің дәмін сездім да, қиналдым да. Вот қазір Көрікапқа келдім, сетевой әлеміне келдім. Яғни роскошный өмір басталды да менде. И мен сезінем да өзімді, ана кедейліктің себін үзілді деп менде. Өйткені мен егізім де миллионер, мен де миллионер. Шешеміз шалқытасып өмір сүріп жатыр, балдарымыз қымбат оқуға барып жатыр. Сол сияқты сізде мынандай кедейліктің себін үзетін адам болу керексіз да сіз. Өйткені бала шағаңызда роскошный өмір сүруге, ата-анаңызға мен сияқты качежи алып бергілеріңіз келетін шығар, мойындаңыздаршы. Иә десеңіздер, қол көтеріңіздерші, көрейін. Или мына былай смайлық қойыңыздаршы, мен көрейін. Действительно солай шығар да, ата-анаңызға үй алып бергіңіз келеді, қажылыққа жібергіңіз келеді, курортқа, жаңағы неге жібергіңіз келеді да, атнет ана. Ой. Бурабайға демалуға жібергіңіз келетін шығар да. Вот ата-анаңызды да, Сарыағашқа демалуға жібергіңіз келетін отырған жерге. Сол үшін қыздар, мына жалғыз өзіңіз миллион доход тауып отыратын болсаңыз, сіз көп адам бақыт ете аласыз. Көп адамды, анаңызды, әкеңізді, бауырыңызды, мысалы менде тағы бір не бар, бір қыз бар да, әлі тұрмысқа шықпаған, екі інісі бар, екі інісі андай ойнап кеткен, азарт, әке шешесіне көрсетпеген жоқ, әбден қиналып кеткен да, и осында күш табыстап отыр да, ана қызды жақсы табыстап отыр, и ана үйін салып жіберген ғой ойынға, сол үйді қайтарып алып жатыр да ана қыз. И еще ана екі інімнің біреуі әйтеуір дұрыс адам болды дейді да, соның еміне мен күш салып жатырмын дейді да. И ол айтады да, мен екі інімді үйлендіріп, екеуіне үй алып беріп, мен жаңағы ата-енем үйін қайтарып алып, күшті өмір сүремін дейді да, уверенно да.
өйткені мен жетіп жатырмын дейді да, уже ойлағаныма дейді да. Сол сияқты ана бір қыз бала қаншама нені өзгертіп жатыр да, мысалы да, далада қалып қойған жоқ та әйтеуір. И сол сияқты да қыздар, айтайын дегенім, бір өзіңіз бірнеше адамның өмірін өзгерте аласыз. Мысалы менің командамда мастер бар да. Ол мастер өзінің отбасына да көмектеседі, бала шағасына күшті білім беріп отыр, күшті қылып. И өзінің төркініне де жақсы көмектеседі да. Вечно подарка жасап атады, ана жілік еттер салып жіберіп атады, андай күшті да, күшті өмір басталды да ода. Сол сияқты қыздар, егер осы жерде сіз, мысалы, мына Сая деген отыр ғой, Сая ханым, егер сіз миллион доход табатын болсаңыз, и то ол минимальный бер жағы айтып отқаным, миллион бер жағы, просто общий түрде айтып жатырмын да, миллион табатын болсаңыз, көп адамның өмірі, айналаңызда адамдарға жақсы өмір сүруіне жағдай жасайсыз. Олардың жақсы өмір сүргенін көріп, сіздің жаныңыз тыныш, рахаттанасыз да, олардың қуанған жүзінен, балдарыңыздың жақсы ішіп жегенінен, әдемі киінгенінен удовольствие аласыз да. Өйткені басымнан өтіп жатқан жағдай, сол үшін айтып отырмын қыздар, басымнан өтіп жатқан жағдайда. Мысалы, анаңызға қымбат киім сыйлаған кезде, мамаңыз терезе айнаның алдында деп балақсап айналып жүреді да. Мен өзім басымнан өтіп жатқан жағдайлар айтып жатқам. Қымбат көйлек алып берсеңіз, әр тойға көйлек бір қанша, мысалы үлкен кісілердің, мысалы Анар ханым отыр, үлкен кісі де, оларда той көп барады, уже тойға баратын уақыт шағы да қазір. Той, садақа той, бесік той, тағы бірдеме той, жаңағы қоныс той уже шақыра береді. И сол тойға барған кезде бір көйлекте қайтып екінші киіп бармайды да, менің мамам. Сондай жағдайға жеткіздім да. Каждый новый көйлек алуымыз керек. Уже қалыптасып кетті қағида. Мен түсінемін, сіздердің де мамаларыңыз солай өмір сүрген қалайсыздар, дұрыс па? Онда осы жерде жасаңыздар, қыздар. Осы жерде жасасаңыздар, дәл осындай результат болады. Мен гарантия берем. Өйткені мен оның басына өттім. Кеше мен командамда Гүлзат, ертең мен эфирге шақырамын сол Гүлзатты. Феберликте бірге келдік Гүлзатпен. Айттым ғой, ана Феберликте мен жаңағы реклама жүргіздім. Рекламадан 6000 теңгеге 20 адам сатып алдым рекламадан. Оннан сразу отказ алдым. Екінші 20 адамның 18-іне жеткенше отказ алдым да, 19-шы адаммен сөйлестім. Сонда 18 отказ алсам да, это не мое деп кетіп қалмаппын. Егер кетіп қалсам, мен бұл жерде отырмас едім. Қыздар, әлі бухгалтерияда жүре беретін, әлі шетелге шықпаған, баяғы ақша жетпейді, кредит, андай білмеймін, ол күнді ойлағым келмейді, если честно, роскошный өмірге үйреніп қалдым да, шүкір Аллаға. И айтайын дегенім, кеш жарық инстаграмда эфир, айтайын дегенім, сонда жаңа 19-шы адам тіркеп алдым, Гүлзат. Сол Гүлзатты кеше сөйлесіп отырмын да, и біреуді қосып алдық, ана жерде миын жеп жатырмыз ғой, енді көріп тұр, ақпарат беріп. Сонда ана Гүлзат реально айтып жатыр да, не айтып жатқанын айтайын ба? Мен Шолпанмен бірге келдім. Действительно, бір айда біздер бірге бастадық. Шолпан қазір қайда отыр? Мен қайдамын дейді. Мен әлі бір комната квартирада 4 баламен квартира жалдап, әлі мектепке барып келіп, бақайт етіп жұмыс жасап отырмын. Шолпан осы 4 жылдың ішінде ондаған мемлекетті көріп тастады. Мамасына үйді де алып берді. Машинасы да бар. Егізі де миллионер. Егізі бір емес 2 машина алып, 3-ші аптада онысы мініп жатыр деген кезде мә дедім да. Куәгер бар екен ғой деп, мені скоро эфирге шақырамын, сол куәгерді. Менің бұрынғы, сонда ол айтты да, Шолпан рисковать етіп жұмысын тастап кетті. Мен жұмысын тастамағаннан кейін мен өспедім деп айтып отыр да ана қызға. Көрдіңдер ме? Реально куәгер бар менің өміріме. Ертең эфирге шығарам сол қызды Гүлзатты да. Сонда қыздар, көрдіңіздер ме? Реально мен гарантия берем деп отырғаным сол да. Егер осы ана қыз жасады, Феберликтен золотой директорге дейін өсті, 40 директор шығарды, кайф етіп ақшасын алды. И жеме-жемге келген кезде ана жұмысында комиссия келіп, жұмысынан айырып қалды, мына жақтағы жұмысынан. Одан келді, тағы комиссия бірдеме деп жүрді. Вообще сетевойдан алшақ кетіп қалды да. Енді қазір қатты пақайт етіп шаршаған сонша қиналып кеттім дейді да, жетпейді дейді да. Шолпан, мен сен сияқты деген 3 миллион алып отырғым келеді. Сол үшін мен корклап қайтып бастаймын деп шештім деп келіпті. Жұмыс жасап жатыр қазір, жатпай тұрмайды.
сол 2 жыл бұрын бастап кеткенде сен уже серебряный мастер болып отыратын едің деймін да. Сол сияқты қыздар қазір кеш емес, қазір бастаңдар, қазір бастап кеттіңдер. Түсіндіңдер ме? Бірақ алдарыңызда дофига қиындық кездеседі да. Ана болады ғой жаңағы кеше егізім айтады да, ана толғағым келіп қиналып баланы ұстаған кезде толғағым ұмытып кеттім дейді да. Сол сияқты да андай қиналасыңдар. Қиындық болмайды емес, болады. Иә? Но бірақ ертең кайфын көргенде ұмытып кетесіңдер. Мен бірде-бір қиындық көрген есімде жоқ та. Қаншама түндер ұйықтамаған күнім болды, командамда лидер кетіп қалған күнде болды, тағы бірдеме біреумен конфликт, неше түрін көріп жатырмыз. Иә? Но бірақ ұмытылып кетеді да оның барлығы. Өйткені бұл жерде берері көп. Сол үшін қыздар берілмеңіздер, до конца барыңыздар. Біреулер отырған болар, мен осында келгеніме 1 жыл болды, әлі директор званиясына өткен жоқпын деп. Это нормально. Нормально это. Берілмеңіз. Өйткені сіздің кезеңіңіз енді келіп жатқан шығар. Өйткені енді осознавать етіп жатырсыз да, сіз мына сетевойды, мына Корклабтың продукциясын енді түсініп жатырсыз. Енді сіз заманауи білімді үйреніп, енді соцсетті үйреніп жатырсыз. Енді сіз жаңағы командамен жұмыс жасауды үйрендіңіз. Может, сіздің бағыңыз енді келе жатқан болар. Сол үшін берілмеңіз, до конца барыңыз қыздар. Өмірлеріңізді өзгерткіңіз келсе, жақсы роскошный өмір сүргіңіз келсе, именно осы жерде екінші қыздар, мен бұл жерде қаншама бақытты, қаншама байлықты көріп жатырмын, қаншама абырой, мәртебе, қошемет, марапат бәрін көріп жатырмын да. Тағы бір маңыздысын айтпаппын да. Айтайын ба, қызық па қыздар? Айтайын ба? Айт, Чолпан, давай, до конца енді. Күшті достар таптым ғой. Мен ана достарым ешкімге бергім келмейді бар ғой. Әсіресе жаңа Гүлзатты бергім келмейді ешкімге. Күшті достар таптым бар ғой. Ешкімге бергісіз. Мына Эленора біздің туған күнімізден, біздің әрбір жаңағы біздің тойымызда қалмайды да. Қандай күшті деймін да, қандай күшті қыз деймін да Эленора. Ешкімге бергісіз құрбы бола алатын адам да. Қаншама күшті достар таптым. Мына Аида. Кәдімгі менің андай туғанымдай болып кетті да. Іздеймін да мен соларды. Тұрсын ханым көрсем де бір ағайымды көргендей мәз боламын да, ана Ақтауда. Күшті достар табасыңдар қыздар. Күшті орта табасыңдар. Керемет орта табасыңдар қыздар. Көрдіңдер ме? Иә? Алып жатырсыңдар, бірақ күшті ортаға тап боласыңдар. Мысалы, андай күшті орта таныс табасыңдар да, например, маған келген лидерлер менен кете алмайды. Өйткені өте жақсы ортаға связь қойып аламыз да біздер. Мысалы, Айда неге кетіп қалмайды менен? Қойшы, не көп, сетевой көп қой деп. Өйткені арамызда бір күшті связь бар да біздің. Ана Орынша ханым, тағы бірдеме қырғын адамдар бар да, өлсе де кетпейді да, олар не? Хоть 500 балл әрең жауып отырса да, не кетпейді? Өйткені біздер арамызда күшті связь бар да, күшті сыйлаймыз да бір-бірімізді. Праздниктерімізден қалмаймыз да бір-біріміздің. От көрдіңдер ме? Бұл жерде күшті достар табасыңдар, күшті орта табасыңдар да бұл жерде. Барғанда әр үйде де жауын болсын дейді. Әр елде әр үйде жаудада әр жаудада бір үйің болсын дейді. Әр жаудада бір үйің болсын дейді. Сол сияқты қай қалаға бармасам да менің бір үйім бар да, ет асып күтіп алатын. Астанаға барайын, Алматыға барайын, Таразға барайын, Қызылордаға барайын. Қай қалада болмасын, менің өзімнің күшті ортам, танысым, адамдарым бар да күтіп алатын. Олар келсе мен Құдайдай күтіп алам, например. Чем былай подружкалеріммен қарағанда, мына жақтағы подружкалерім маған ыстық, өйткені мына жақтағы подружкалеріммен біздер ыстығында, суығында бірге көріп келатырмыз да. Дұрыс па, Аида, барсың ба жан? Иә, бармын. Дұрыс айтасыз, иә, Шолпан. Бұл жерде мысалы қазір офшолы мастерлар Барби пати деп жасап жатты ғой, мысалы. Оны мысалы құрбылармен де жасауға болады ғой, да? Жоқ, олар именно командамен жасайды. Почему? Потому что бұл жерде мысалы бәріміз осы жерде отырған адамдармыз, иә? Бәріміздің жолымыз бір. Бәріміз бір жерге кетіп барамыз. Бәріміздің қызығушылығымыз да бір, айтатынымыз да бір. Көрдіңіздер ме? Сол үшін бұл жерде связь ерекше болады. Мысалы Шолпан ханым екеуміздің
арамыз бірақ жас қой мысалы құрбы секілдіміз екеуміз, хотя когда-то мысалы Шолпан мен вообще білмей тұғым, ол кісі мені білмей тұғын, иә, қазір уже бір бірімізге сызықпыз. Мысалы ошол Шолпан ханым даже Кореяға барған кезде маған блокнот алып келіп жатыр. Мысалы туыстарым өйтіп жасамайды ғой, не всегда же так делают, көрдіңіздер ме? Бұл жерде наоборот туысынан көрмеген жылулықты мысалы даже бұл жерде командадан көресің, поддержканы да командадан көресің, көрдіңіздер ме? Өмірде неше түрлі жағдай болады. Менде мысалы тихо, бізде мысалы неше түрлі жағдай болады ғой. Кейбір адамдарда мысалы бал жетпей қалып жатады, біреуде анау жетпей қалады, біреудің ақшасы жоқ болып қалып жатады. Біз мысалы даже кейбір командалардан көріп жатамын, иә, наставниктардың телефондарсын қалды, ойбай 2-3 күн связьға шыққан жоқ дейді да, командасы Шолпан ханым бәрі қосылып телефон алып беріп жатқандарын да көрдім. Туыстарыңыз айта ма мысалы? Туыстарыңыз айта ма? Ойбай телефондар жатыр екен, телефонсын қалды ма деп. Ешкім ойламайды ғой, көрдіңіздер ме? Бұл жерде мен сондайды да көргем. Бұл жердің немесі отношениесі вообще ерекше. Дұрыс айтасың. Және сіз басында Айда ханым енді Кореяға баратын болды. Әумин, иә. Соны өзімді ырымдап, ол блокнотқа пока жазбай отырмын, қазір айтам, армандарымды жазамын. Қай жақтан не ырымдап келеді, иә. Хат Шолпан маған да түсуің керек деймін бір, Айда мен бірге баратын едім Кореяға. Соны айтамын, иә. Подружкаға үйірмей жатырмын да ғой. Маған салса барлықтарына келім кетті. Атырауға келген сияқтысың. Шолпан, сен что-то атырауда сияқтысың, баратын сияқты, мен сөйтіп түнде баратын Айманға әдетім бар да. Точно, құрсын, мен Айман 22-сінде шығам, ойбай деп асықтырып жетіп келсем, Шолпан 24-інде шығаратын болды дейді. Блин, 2-3 күн бұрын ерте келіп қойын деп жыным келіп жүр, бар ғой, жүрмейді үйде. Жұмыс жасап, бар ғой. Үйде қырғын шаруам бар еді, бар ғой, ана машинамен андай-мындай бітіретін шаруаларым. Айманның креслосы угологында отырған көріп тұрмын ғой, сосын айтсам ғой. Иә. Айманның столында отырмын ба? Айман екеуміз отыратын угологымыз ғой. Соны айтамын. Мына столда баяғы. 2:30 бірде. Көрсет. Құрдақпен етсеп, пешаназымызға бірде барып алып Шолпан ханым не блокнотыңыз маған кеше келді ғой. Сол енді Тармайдай сақтап отырмын, армандарымның бәрін жазам деп осы блокнотқа. Оны алды сақтықты. Қайсы Айда? Көрсет дейді, Айда, көрсет блокнотыңды. Мен кеше осы поштамен салып жерді, кеше келді. Сырты пластик мынаның. Пластик сырты. На блокноттың сырты пластик ерекше. Сырты прям пластик. Форматы да үлкен, кәдімгідей блокнот емес, үлкен да А4 форматы. Ішіндегі жолдарына дейін прям күшті екен, маған нақалды. Мен айтам, маған 100 арманды, емес 1000 арманды жазып орындалсын деп. Қызың үлкен қызыма бере сал дейді. Мен айтам, бермеймін, мен даже қызым болса да бермеймін. Мен айтам, оны маған Кореяда мастер болсын, миллионер болсын деп, армандап Кореяға барсын деп, неметіп алып келген, ырымдап алып келген деп. Үш қызым алып келген, мына үш қызыма дәл менің астымда тұрған үш қыз, жаңағы бүткіл қиындықты, ыстықты, суықты бірге көріп келатқан. Біреу Айгерім, нутрициолог танисыңдар, екіншісі Камила Әбдікаримова, мастерім, үшінші мастерім осы Айда. Үшеуіне бір ерекше қылып алып келгем. Андай не бұлар да шетел көрсін, араласын деп. Еще мен Кореяның фанатымын да, көбі біледі. Мен ана Кореямен қуып жүрмін әлі бар ғой. Әлі подружка сияқты дарома көрем бар ғой. Сол ана Кореяның страшно фанатымын. Сол Кореяға барған кезде менен бақыттадым болған жоқ қой сол кезде деген ана қарап аэропортында болдым ғой. Соның өзіне мәз болып сол жерден блокнот алып, андай қыздарыма да жұғысты болсын деп сөйтіп кәдімгідей бақтан басым айналып жүрген. Блокнот алғаныңыз вообще қызық болды ғой, самолетқа кешігіп қала жаздым. Мама, самолеттен қалып қояйын дедім, қып-қызыл болып кеткен, жүгірген. Ана аэропорт, ойбай, біздің аэропортта деген құрсын, мынандай точка, ана аэропорт, ана басам, мына басқа, тіпті ішінде машиналар жүреді, андай болады ғой, аэропортта жүретін машина.
сондай машиналар жүреді. Енді ол кезде менде жаңағы вон ғой, оларда ақша вон болған жоқ та, төлей қоятын бар ғой. Сосын ана басынан мына басына емес, еще ана басынан ортасына дейін мен жетуім керек болды да, ана жаққа құдай білсін неше сағат өтетін. Жүгірдім ғой мен, сейчас жаңағы самолет ұшайын деп жатыр, тездет деп қыздар соққан кезде өкпем өшіп қып-қызыл болып келдім. Бірақ мен жаңағы айтты да, Шолпан кетпе, самолет ұшады скоро деп. Жоқ, мен блокнот алып үлгеруім керек деп мен жүгірдім ғой. Жүгіріп алып, қалай да алдым ғой, мен ана алуым керек деп, қалып қойсам да аламын мен деп бар ғой, сөйтіп алып келдім. Өйткені мен алдыма цель қойдым да, қыздарыма қуантуға жаңағыдай сондай бір подарка алам деп. Сонда андай значок тағы басқа андай холодильникке жабыстыратын брелок неше түрі бар екен да. Бірақ именно осы блокнотқа көзім түсті. Әйтеуір арман жазады ғой деп сөйтіп алып, өкпем өшіп самолет ең соңғы болып кірдім ғой самолетке. Сол видеом бар, қызыл түскен видеом бар менің. Жан сол. Бірге барамыз бұйырса, Алла қаласа Кореяға. Сол қыздар, көрдіңдер ме? Ең бастысы осындай күшті орта табасыңдар, күшті достар табасыңдар. Бүткіл суығын, ыстығын бірге көретін күшті адамдар табасыңдар. Сол үшін сіздер күшті ортадасыңдар, қыздар. Бағалаңыздар, қадірін біліңіздер. Мен Аллаға ризашылығымды білдіргім келеді, шексіз ризашылығымды. Өйткені мүмкіндік шектеулігі жоқ адамдарға, мүмкіндік шектеулігі бар адамдарға да жағдай жасап қойған. Мына мүмкіндігі шектеулі адамдар дейтіміз, ол баламен үйден шыға алмайтын, баламен үйден шыға алмайтын мүмкіндігі шектеулі адамдар да, например, жаңағы или бір дипломы жоқ да, андай басқа андай күшті жерге жұмысқа кіре алмайтын, или тіл білмейтін, мысалы біз сияқты орысшаға шұрқақ адам бар да. Орыс тілін енді орыс тілін жақсымыз ғой қазір, бұрын вообще білмедік та, білмесек те мен үлкен команда жинай алдым да, қыздар. Вообще үлкен командамен отырдым да, білмесем де да. Қазір енді командамда орыстар көп, әйтеуір сөйлеп жақсы болып кеттім да, шүкір оған. Сонда деймін да, қыздар, мына жерде андай жаңағы мүмкіндігі шектеулі адамдар, мысалы көп балалы ана бар, мүгедек баламен отырған ана бар үйде, или болмаса пенсияға шығып алған, енді жұмысқа ешкім алмайды ау деген апалар да бар да. Вот сондай адамдарға таптырмайтын жұмыста мына сетевой, мойындаңдаршы, иә деңдерші, мойындасаңдар жігітше деймін бе. Қыздар, вот сондай да, андай сондай адамдарға керемет таптырмайтын жұмысты, мүмкіндігі шектеулі адамдарға да, мүмкіндігі шектеусіз адамдарға да керемет ойлап тауып қойғанда, мысалы, миллион тапқысы келеді, бірақ шетел асып кету керек. Шетел асайын десе, бала шағасы бар. Мүмкіндігі шектеулі ма? Шектеулі. Пускай онда осы жерде миллион тапсын. Сонда мен Аллаға шексіз риза боламын да, осындай сетевой әлемін жаратып бізге жібергенге. Көрдіңдер ме? Сол үшін қолда бардың қадірін біліп, сенет етуіміз керек та. Сенет етіп, мына қолымыздағы телефонды біз табыс көзіне айналдыруымыз керек. Мына менің телефоным маған айына 3 миллион әкеліп отыр. Тұрсын ханым, сіздің телефоныңыз айына қанша мың әкеліп отыр десем да, көрдіңдер ме, қыздар? Сонда мына телефон сізге доход алып келу керек та. Просто сөйлесетін құрал емес, ол сізге табыс алып келетін, бала шағыңызды бағатын, сіздің мынау жеке әлеміңіз, мынау сіздің кәдімгі мына бүткіл үйіңізді қамтамасыз етіп отырған, роскошный өмір сыйлап отырған телефон болу керек та, мынау бар ғой сіздің телефоныңыз. Көрдіңіз бе? Вот сондай телефоныңызды табыс көзіне айналдырыңыз, сөйлесу құралына емес та. Көрдіңіздер ме? Вот. Шолпан ханым, мынау мен екінші телефоным былай қарағанда. Шолпан ханым, осы қаралға кіргелі мен мынау екінші телефон, бірінші телефоным вообще пайдаға аспай қалды. Сосын екінші телефон алдым. Екі телефонмен отырмын ғой сол. Кәдімгі запись жазып отырмын екінші телефонмен. Молодец. Осы қаралға кіреді. Мен бұрын армандайтын едім, осы үйде отырып, жұмыс жасасам, ешқайда шықпай дейтін едім, сол арманым орындалды. Мен барлық жер жұмыс жасадым, өзім мекемеде де жұмыс жасадым, базарда да магазинім болды. Қазір рақат үйде отырып, ешқайда шықпаймын. Осы телефонмен таңға қолымда тимейді. Шынында үйдің де шаруасын жасамаймын. Күнде күйеуімнен сөз естеймін. Күнде, қарал кетті, мына вообще бізге жоқ дейді. Мен қазір шынында осы телефон. Осы телефонмен жұмыс жасап отырмын. Қанша дақыт келіп отыр? Жасаймын менде. Молодец. Вообще супер бар ғой. Рақаттан жасаймын. Иә. Қанша доход келіп отыр? Қазір мен действительно басында көтерілдім ғой. Мен дейтін сетевойды білмеймін, түсінбейтін едім. Осы компания сетевой дейтін не екенін түсіндім. Бірінші құладым.
негізі құладым ғой мен, золотойдан құладым. Қазір қайттан көтеріліп келатырмын. 100 мыңдай табыс табамын қазір. Молодец, Иә. молодец. Оның өзі қандай? Бір нені түсіндім мен қазір. Сетевойдың қандай күшті екенін түсіндім. И қазір мен өзім бұрын сөйлей алмайтын едім, білесіңдер ғой. Қазір рақаттанып кәдімгідей сөйлеймін. Мен Молодец. уже адамдарға жақсы берем, информацияны жақсы айта аламын. Өзім қуанам қазір. Молодец. Сіздер мен де опыт жинап келатырмын қазір, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір деймін қазір. Иә. Қыздар, көрдіңдер ме? Адам қалай өзгертеді, компания? Адамды сетевой әлемі қалай өзгертеді адамды, дамытады да. Бұл жерде рухани байисыздар да, адам рухани байиды. Мысалы, айтып отырмын, мана супермаркетте круглосуточно жұмыс жаса, и осы мына коробкапта жасашы круглосуточно, екі жақтан пахать етші, бірақ мына жақтан сіз рухани байисыз да, финансовый де байисыз, материалдықтар да байисыз, басқа адам болып шығасыз, и ортаңыз өзіңіздің ортаңыз болады, достарыңыз болады, көрдіңіз бе? Дұрыс айтасыз, Тұрсын ханым. Жарайды, қыздар, сағат деген уже 11 болыпты, 9-да бастап келдік. Күшті эфир болған сияқты да. Аида ханымға көп рахмет, біздің эфирімізді күшті қылып өткізген, маркетинг планмен таныстырған. Эфирдің жаңағы 2 сағат болды, бірақ 1 сағатын жазып үлгермедім да, осы 1 сағатын жазып қойдым. Сол 1 сағатын бұйырса, соңғы 1 сағатын жазып қойдым. Сол 1 сағатын бұйырса YouTube-қа жүктеп, мен сіздерге жіберетін боламын, Алла қаласа. Бүгін ойлаймын, біздің неміз жаңағы маркетинг планмен таныстыру эфиріміз күшті болды деп те, Алла қаласа. Сосын кешегі отзывтар туралы эфирлер ұнады ма, қыздар? Отзыв туралы керемет. Онда сол Тағы да ұйымдастыру керек. Иә, эфир керемет болды. Мен соңға дейін тыңдадым. Жақсы сөйледі Гүлнара ханым. Керемет эфир болды. бұйырса сондай эфирлер Рахмет, тағы. эфир керемет. Аида ханым, Шолпан ханым, көп рахмет. Біраз нәрсе айттыңыздар. Ағынан жарылып, барлығын күшті. Көп рахмет. Кешегі эфир бәріне ұнаған. Бізге уақыт аз болып қалды. Бұдан да үлкен марафон, отзыв марафон керек сияқты. Онда соны қолға алайық Илья екеуміз, Алла қаласа. Негізі сол Илья екеуміздің неміз бүгінде идеямыз. эфир болды. Рахмет көп. Представляете, Гүлнара ханым, инвалидный коляскадан 1,5 айның ішінде көре алмаймен аяғына тұрып кеткен. Сондай күшті мықты эфир болды. Маған ұнады. Иә, Оралда Гүлнара ғой, иә, молодец кісі ол деген, вообще күшті, Ана коляскада отырып, қорылмайын суымен, только қорылмайын суымен аяқтан тұрған ғой. Сол презентациясы болды, ана сахнаға шығып айтты, видеосын жазып алдым. Жіберерім, если что. Представляете, қорылмайын. Шолпан жіберші, сол сахнада шығып айтқан. Жіберем. Иә. Сондай отзывтарды ұйымдастыру, Шолпан ханым, сондай да отзывтар бар, сондай ұйымдастыру керек та. Біз де өйстіп артындағы адамдарымызға айта алатындай қылып. Иә. Вот соны Еленара екеуміз қолға алдық та, Алла қаласа, отзыв айтуға шығарамыз да, адамдарды тартып. Сол бірінші эфиріміз өтті, бұйырса ұнаған болса, тағы ары қарай ұйымдастырамыз Еленара екеуміз, как марафон ретінде ұйымдастыруымыз мүмкін де, Алла қаласа. Оны тағы ақылдасып жатамыз. Қазір каталог жабылуына бізде 10 күндей қалды ғой, да, бәрі пахать етіп жатқан шығар. Пахать етіңдер, қыздар, аяйсыңдар ма өздеріңді? Аямаңдар, зато қанша ақша келеді. Аяма, ұялма. Ұялсаң, сен ешкім ойбай, мен сетевойда жасап жатырмын, құрсын мына кісі сетевоймен айналысып кетті ма деп жұрт жан-жағын күледі ғой демеңіздер. Өйткені олар сізге миллион әкеліп бермейді. Ертең миллион тауып отыршы, бүткіл ағайын тума сіздің үйіңізде болады деймін бе, если честно. Сіздің шыны. Сол үшін қыздар, ұялмаңыздар. Ема? Ұялмай, андай күшті жұмыс жасаңыздар, хорошо, андай ұялатын заман емес қазір. Ұялатын вообще ол миға сыймайды, ол ұялмау керек. Қазір жас балдар жақсы ақша тауып отыр да, біреу мобилограф, біреу тиктокер, біреу блогер. Неге? Өйткені ұялмайды, ұялатын заман емес. Сол үшін ұялмай жұмыс жасауымыз керек ма? Пахать етейік, 10 күн қалды, 10 күннің ішінде, мысалы, мен директорға жетуім керек деп ойлап отырсыз ба? Жоқ, серебряный директорға жетуді ойлаңыз. Егер сіз өзіңізге серебряный директор план қойдыңыз ба? Жоқ, золотой директорға жетуге план қойыңыздар. Себебі 10 күннің ішінде спокойно тауып баруға болады, 10 күннің ішінде тауып баруға болады. 10 күннің ішінде бұрын ана Гүлзат ертең эфирге шақырам. Ол жаңағы 2000 балмен отырып, бір күнде 1000 бал тауып, 3000 балмен директор ашқан күніміз болды. Бір күнде 1000 бал таптық екеулеп отырып барғып, бүткіл адамдарға жатпай тұрмай звондап заказ салдырып та, сол сияқты бір күнде тауып баруға болады, қыздар.
бір күнде. Түсінесіңдер ме? Мысалы, Аидалар айтады да, Шолпан ханым, мен изумруд болдым деп мәз болып отырады ғой. Изумруд астым, ішім жеткізіп ал деп. Сол күні Ема Аида что-то 6500 бриллиантқа шанс бар сияқты, давай деп давай кеттік дейміз ғой. Сонда бір күнде 6500 жасап тастаймыз да біздер. 6500 балды пахать етіп көрдіңдер ме, қыздар? Сол үшін алдарыңызға цель қойыңдар и пахать етіңдер. Аямаңдар, зато сендерге от души ақша төлейді бұл жерде. От души өзіңіз қалағанша табыс ала аласыңдар. Ұялмаңыздар, жан-жақтарыңызға шығыңыздар, ема. Күшті результат көрсеттіңіздер. Өзіңіздің алып отырған табысыңызды жаңағы айналаңызда ағайын-тумаңызға айтатын болсаңыздар, не қылады ғой? Көреді, көзі жетеді. Итак, продукция керек. Продукция алып отырып, неге ары қарай табыс алмасқа деп ойлайды да, осознавать етеді ғой. Қазір қарап отырсаң, адамдардың бәрінің миылары дамып кеткен. Бәрі әйтеуір жаңағы біз андай жақсы сөз айтуымыз керек, жақсы сөз жазуымыз керек, аффирмация айтуымыз керек деп дайын отырған адамдар, сол дайын отырған адамдарды не тіркеп алмайсыңдар? Солай ма, қыздар? Ладно, қыздар, эфиріміз бітті. Ертең тағы да эфирге шақырам. Ертең эфирге Алла қаласа ойлап отырмын. Айгүл менің командамда, ой, уже болмайды, ол кісінің вообще күшті сөйлейді ол деген. Ертең андай еңбекқор, сондай соны шақырам, сосын Гүлзатты шақырам, сосын Айнұр деген бар, Айнұр Төлегенова, манағы айттым ғой, ана 4 баласы бар, ескілтеп кетіп, жаңағы неге барып жұмыс жасап жүрді дедім ғой, атын еді жаңағы ресторанға барып, соны бір 10 минут сөз сөйлетуге шақырам, бұйырса бар ғой. Сол келіп қазір осы Коркапта жұмыс жасап жатыр, Алла қаласа. Соны шақырам, Алла қаласа. Ертең тағы да күшті эфир болады, дайын болыңыздар, ема қыздар? Хорошо? Ладно, Аида, рахмет жаным, барсың ба? Эфирің күшті болды, бүгін күшті мотивация айттың бар ғой, бүгін қалай жұмыс жасап жатырсың, бәрін айтып. Айта ғой, Аида, соңғы сөз өзіңде, сосын пока-пока дейміз. Барлықтарыңызға рахмет, эфирдің соңында болғандарыңызға, барлықтарыңызға еңбектеріңіз ақталсын, келе жатқан жаңа жылда тек қана сіздерге жақсылық болсын, иә. Армандарыңызды қазірден бастап жаза беріңіздер. 100 армандарыңызды жазыңыздар, мақсаттарыңызды жазыңыздар. Полностью детально бәрін жазып шықсаңыздар, бәрі орындалады. Мысалы, Шолпан ханым мен басында тұғымда, қараңыз, Шолпан ханым, бұл мен блокнотым, бұл жерге мен 100 арманым жаздым деп. Қазір ол 100 арманымның даже 70% орындалды десем де болады. Осы именно Coral Club арқасында, көрдіңіздер ме? Мен ол жерге аффирмацияда жазатұғым, енді қазіргі берген Шолпан ханым блокнотына тоже самое будет. Аффирмацияларды жазам, армандарымды жазам, көрдіңіздер ме? Бәрін жазу арқылы. Және де обязательно действие болу керек. Әр адамның өтіп жатқаны ол сіздердің жолдарыңыз. Мысалы, спортсмен күшті дене алу үшін, ол күні бойы спортзалда жүреді, пахать етеді. Вот сол секілді где-то біз результат алу үшін біз пахать ету керек. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сабақтарың күшті өтті, рахмет, сау болыңдар. Сау болыңыз.